ұлан ғайыр даланы мекен еткен. Қазақ елі еркіндікті жанына ту етіп, елдіктің іргесін берік ұстаған халық. Өр намысты, қайсарлығы қанында тулаған сайын даланың батыр ұлдары сан ғасырдан бері өз тәуелсіздік үшін аянып қалмады. Тамырына тектілігі тараған батыр халықтың аңсаған арманы 1991 жылы 16 желтоқсанда орындалды. Қазақ елі әлемдік сахнада дербес мемлекетке айналды. Елбасымыз айтқандай, қандай жағдай болмасын, біздің тек бір ғана отанымыз бар. Ол тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіз Қазақстанымыздың жер қойнауы, ұлан ғайыр даласы, ну орманы, табиғаты бабамыздан қалған асыл мұра. Осы асыл мұраны қастерлеп, қадірлеп, келер ұрпаққа абыроймен қалдыру әр қазақ даласының перзентіне міндеттелген асыл парыз. Тәуелсіздік ол еркіндік, тәуелсіздік ол бостандық, бостандығымыз баянды болсын. Тәуелсіздік ата-бабамыз аңсаған арманы, басымызға қонған бақыт құсы. Это свободная страна, где проживают сотни национальностей. Да здравствует дружба и процветание страны. Тәуелсіздік ол біздің бақытты шағымыз, бақытымыз ғасырларға жетсін. Бүлдіршіннің шаттық күлкісі, сәбилердің күлкісі тыйылмасын. Өз заманымыз тыныш, берекелі болсын. Біздің қуанышымыз ұзақ болғай. Біздің мақтанышымыз, шын мақтанышымыз біздің жарқын ойымызбен бірге жүрсін. Бақыт, шаттық, үнемі бақыт пен шаттықта болайық. Кең байтақ даламыз, асқар тауымыз, шалқыған көлдеріміз, жаламыз жайнап, көліміз тынық болсын. Болашағымыз жарқын болсын. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын.